Ақшаны бәрі де жақсы көреді, бірақ оны сақтап, әрі көбейте түсу үшін жақсы көру жеткіліксіз. Менің өмірімді жақсы жаққа өзгерту үшін ақшаның қажеті жоқ. Маған тек қана сенім керек десем, әйелім сандалмаш дейді. Армысыздар, бұл Теңге Мания бағдарламасы және мен оның жүргізушісі Бауыржан Орда. Біз сіздерге қаржылық жетістіктерге жетудің қысқа жолын көрсетеміз. Сондай-ақ өздеріңізбен ойын ойнап, жеңімпазға ақшалай сыйлық табыс етеміз. Бүгінгі бағдарламада ақшалай сыйлық кімге бұйырды? Теңге шоу айдарынан көріңіздер. Мөлшерлеме төмендеп, экономика өсіп жатыр. Заңдылығы неде? Шағын бизнес, несие драйверінің статистикасы. Дүкенге кіріп үстіме тәуір киімдер сатып алайын десем, киімдерде ілулі тұрған баға осы үстіңдегі киіммен жүре берші деп тұрғандай болады маған. Инфляция, девальвация сияқты күрделі терминдерге құлағымыз үйренді. Валюта бағамының мұнай бағасына тәуелді екенінде білеміз, бірақ базалық мөлшерлеме деген сөз тіркесін естігенде абыржып қаламыз. Бұл бекер әрине, себебі елдің экономикалық жағдайы ғана емес, әр қайсымыздың қаржылық ахуалымыз да дәл сол мөлшерлемеге байланысты. Неге? Ол туралы бүгін Теңге Мания бағдарламасынан нақтырақ білесіздер. Әзірге біздің кірісіміз бен шығысымызға болашақта не әсер етуі мүмкін? Сол туралы сөз қозғайық. Алматы мен Астананың шағын кәсіпорындары Қазақстанның несие нарығының өсу драйверлері. Ranking.kz мәліметі бойынша осы қалаларда шағын кәсіпке берілген несие саны белсенді өсіп жатыр. Ағымдағы жылдың 8 айында екі шаһардың кәсіпорындары 2 триллион теңгеден астам несие алған. Өзге облыстар арасында шағын бизнесті несиелеу деңгейі Павлодар мен Батыс Қазақстанда артқан. Қазақстандық тауарлары экспорты өсуде. Қазагро холдингі халықты жұмыспен қамтамасыз ету және экспортқа шығаратын ауыл шаруашылық өнімдерін ұлғайту мақсатында мемлекеттік бюджеттен 51 миллиард теңгеден астам қаржы алды. Бірінші кезекте ет пен сүтке аса көңіл бөлінуде. Сондықтан да отбасылық сүт фермаларына арнап мал жемдейтін орындар салынады. Сонымен қатар көкөніс, жеміс-жидек және күнбағыс майы өндірісінің көлемін көбейту жоспарда бар. Қытай мұнайдың рекордтық көлемін тұтына бастады. Өткен жылмен салыстырғанда қыркүйек айында қара алтын импорты 18%-ға өскен. Бір жылда екінші мәрте Қытайда мұнай импорты ақш-тың мұнай импортынан асып кетті. Сарапшылар мұны қысқа маусымдағы өндіріс көлемінің ұлғайтылуымен және Қытайдың стратегиялық қорының толықтырылуымен байланыстырады. Девальвацияға дейін қарындас жігітіңіздің қандай болғанын қалайсыз? Әдемі болса және ақшасы көп болса. Девальвациядан кейін қарындас жігітіңіздің қандай болғанын қалайсыз? Ақшасы көп болса болды. Базалық мөлшерлеме банктердің ел экономикасына ықпал ететін негізгі құралдарының бірі болып табылады. Егер ол төмендесе, іскерлік белсенділік артып, экономика өседі. Егер мөлшерлеме жоғарыласа, барлық процестер онымен қоса инфляцияда баяулап қалады. Көптеген дамыған елдер ұзақ жылдар бойы базалық мөлшерлемені ең төменгі деңгейде ұстап тұр. Еуропада 1%-дан жоғары емес. Ұлыбританияда 0,5%, ал Австралияда -3%-ды құрайды. Жуырда әлемде теріс базалық мөлшерлеме деген құбылыс пайда болды. Алғашқылардың бірі болып Швеция мөлшерлемені бір ширекке дейін төмендетті. Банктер клиенттеріне несие үшін қосымша төлем жасады, бірақ депозитке ақша салған үшін пайыз алатын болды. Олар экономиканы қайта іске қоспақшы. Несие алушылар саны төмендегендіктен банктерге депозит арқылы мол табыс табуға мүмкіндік берілуде. Сіздермен бірге Теңге Мания бағдарламасы және мен Бауыржан Орда. Ғаламтор пайдаланушылары Қазақстанда базалық мөлшерлеменің қалай белгіленетіні туралы білгілері келеді. Неліктен базалық мөлшерлеме көрсеткіші экономика үшін маңызды? Базалық мөлшерлеменің үнемі төмендеуі экономикаға қалай ықпал етеді? Неге базалық мөлшерлеме баяу төмендеп жоғарылайды? Базалық мөлшерлеме мен инфляция қалай байланысты? Әрі қарай көретіндеріңіз. Теңге шоу айдарында 3-ші айналымға сүрінбей өткен кім? Ақшалай жүлде кімге бұйырады? Базалық мөлшерлеме ақша қанша тұрады?
Бай адамдардың бойындағы жақсы көретін қасиетім ол олардың ақшасы деген екен біреу. Сонымен теңге сауалнама айдары қаншадан болса, сонша пікір, сонша проблема барын көрсетті. Базалық мөлшерлеме деген сөз тіркесімен қатар федералдық сақтық қор жүйесі деген сөз тіркесі де жиі айтылады. Негізі екеуінің де нәтижесі бір емес пе? Несие құны осы көрсеткіштерге байланысты. Жуырда маған банктен хабарласып, сіз ұқыпты клиент болғандықтан несие бойынша пайызды төмендетеміз деді. Мен таң қалдым әрине. Қандай қитұрқылық болуы мүмкін? Ешқандай. Себебі ұлттық банк жақында базалық мөлшерлемені төмендеткен екен, артынша өзге банктерде несие бойынша мөлшерлемені төмендетіпті. Егер клиенттер үшін бәсекелестік жоғары екенін ескерсек, олар клиенттерінен айырылып қалмаудың амалын жасайды. Біз базалық мөлшерлеменің маған қалай әсер еткені туралы айттық. Тағы неге ықпал етуі мүмкін? Жауапты теңге мания бағдарламасынан табасыздар. Базалық мөлшерлеме ұлттық банктың коммерциялық банктерге беретін несиесінің пайыздық мөлшерлемесі. Әрине, бұл банктердің жеке тұлғалар мен кәсіпке беретін несиесінің пайыздық мөлшерлемесіне әсер етеді. Базалық мөлшерлеме төмен болса, несие халыққа және кәсіпке қолжетімді болады. Бизнес үшін несиенің қолжетімді болуы өндірісті кеңейтуге, жұмыс орындарын көбейтуге, соған қарай қосымша құн салығын қалыптастыруға, мұның бәрі экономиканың өсуіне ықпал етеді. Әлемдік экономикалық қоғамдастық базалық мөлшерлемені нарықтағы жағдайға қарай жылына 6-12 рет қарастыруды ұсынады. Яғни айына бір мәрте. Қазақстанның ұлттық банкі 8 айда бір рет қарастыруды ұйғарды. Қолдан келетіні осы. Мөлшерлеме жылына 1-2 мәрте өзгеруі мүмкін. Жуырдағы мөлшерлеменің төмендеуі инфляцияның төмендеуіне байланысты жүзеге асырылды. Базалық мөлшерлеме мен инфляция өзара тығыз байланысты. Яғни инфляция деңгейін төмендету үшін біз базалық мөлшерлемені көтереміз. Бірақ инфляцияның төмендеуіне қарай базалық мөлшерлемені де төмендете бастаймыз. Базалық мөлшерлеменің жаздағы және күздегі төмендеуі нәтиже берді. Проблемалық несие саны азайды. Себебі банктер оларды қайта қаржыландырды. Шағын бизнес дамуда. Тамыз айында компанияларға берілген несие көлемі 3 триллион теңгені құрады. Базалық мөлшерлеменің төмендеуі инвестициялық тартымдылыққа оң әсер етеді. Яғни тым жоғары мөлшерлеме елдегі экономикалық жағдайдың тұрақсыздығын байқатады. Бұл қызу ақша, сол мезетте ақша салып, пайда табатын қысқа мерзімді капитал. Ал базалық мөлшерлеменің төмендеуі экономиканың тұрақталып, елдегі инвестициялық тартымдылықтың жоғарылай бастағанын, демек ұзақ мерзімге қаржы салуға болатынын білдіреді. Базалық мөлшерлемені түзету өте баяу жүреді. Себебі бірден төмендеп кетсе, инфляцияға әсер етеді дейді мамандар. Басқаша айтқанда, арзан несиеге қолы жеткен халықтың тұтынушылық қабілеті артып, баға көтеріліп кетуі мүмкін. Әйтсе де, несие арзандаса, депозит бойынша пайыздың төмендейтінін ескерген жөн. Дәл қазір көретіндеріңіз, теңге шоу айдарының ақшалай жүлдесі бұл жолы неге ешкімге бұйырмады? Дәулетті адамдар өмірде ең бастысы махаббат десе, кедей адамдар өмірде ең бастысы ақша екенін жақсы біледі. Экономикасы қарқынды дамып келе жатқан елдерде базалық мөлшерлеме өте жоғары болуы ықтимал. Ол жылына бірнеше мәрте өзгеруі мүмкін. 5%-ға дейінгі ауытқушылық тұрақтылыққа әсер етпейді. Есесіне экономикалық даму нәтижесі жоғары болады. Базалық мөлшерлеменің рекордтық көрсеткіші Конгода тіркелді. 70% құрады. Бүгінде базалық мөлшерлеме бойынша Беларусь, Тәжікстан, Гана елдері де алдыңғы қатарда. Бұл елдер басқа мөлшерлеме белгілеуге қауқарсыз, ал Қазақстан базалық мөлшерлемені төмендетіп, экономиканы жандандыруда. Сіздермен бірге теңге мания бағдарламасы. Біздің бағдарламада қаржылық сауаттылық лезде табыс әкеледі. Теңге шоу айдарын тамашалайық. Армысыздар, құрметті көрермендер, құрметті телекөрермендер және Ару қаламыз Алматының тұрғындары және қонақтары. Бұл теңге мания бағдарламасы және теңге шоу айдары. Менің қолымдағы 10 000 теңгені 5 минуттың ішінде ұтқысы келетін жандар болса, қол көтеруге болады. 1, 2, 3, 4, 5 адам. Бізге керегі де 5 адам болатын. Ендеше маған жақындауларыңызды өтінемін. Біздің ойыншылар, ендеше ойыншыларымызбен ең әуелі танысып алайық. Құрметті ойыншылар, есіміңіз? Серік. Серік. Айман. Айман.
Адалят, Серік Айман Адалят. Асхат. Қарлығаш. Және Қарлығаш, қошеметтеріңіз қайда? Мінекей менің қолымда нағыз ақша, өзіміздің төл теңгеміз, 10 мың теңге. Оны мінекей теңгемания деген жазуы бар конвертке салып, алып қоямын. Мынадай сұрақ. Өте оңай сұрақ, өте жеңіл сұрақ. Қазақстанда қолданылатын ең төмен банкнот бірінші болып Асхат мырза қол көтерді. 200 теңге. Я, әрине 200 теңге, жауабыңыз дұрыс. Мынадай сұрақ. Украинаның ұлттық валютасы бірінші болып Адалят қол көтерді. Гривен. Я, әрине гривна деп аталады. Дуғол шапалар қойыңыздар. Оңай сұрақ, өте оңай сұрақ. Әзірбайжанның ұлттық валютасы бірінші болып қол көтерген ағамыз Манат, әрине манат, жауабыңыз дұрыс, шапалар қойыңыздар. Сіздермен мен қоштасамын өкінішке орай. Көрермен болуға болады, алыс кетпеңіздер. Екінші кезең. Көптеген елдерде жаңа ғана біз айтқан базалық мөлшерлемені осы қаржылық мекеме дайындайды, яғни белгілейді, тағайындайды. Ол қандай мекеме? Ұлттық банк, орталық банк. Я, жауабыңыз дұрыс. Орталық немесе ұлттық банк. Адалят, сіздің жауабыңыз дұрыс. Қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Ал көрермендердің есіне базалық мөлшерлемені өзгерту арқылы ел экономикасына ықпал етуге болады. Несиеге қол жетімділікті төмендетуге немесе жоғарылатуға және инфляция деңгейін реттеуге болатын естеріңізге саламын. Сонымен сіздерге қойылатын сұрақ екеуіңізге ғана. Қазақстанның ұлттық банкі жылына неше мәрте базалық мөлшерлемені қайта қарастыра алады? Я, сізге неше деп ойлайсыз? Бір рет деп ойлайсыз. 8. Әрине, 8 рет қайта қарастыра алады. Әлемдік экономикалық қоғамдастық мөлшерлемені нарықтағы жағдайға байланысты жылына, яғни 6-дан жоғары, тіпті 12 мәртеге дейін қарастыратын кездері болады. Дәл қазіргі уақытта мінекей банк жылына 8 мәрте мөлшерлемені қайта қарастыра алады екен. Бұл көрермендердің есіне салып жатқанымыз. Соныменен мен сізбен қоштасаң, Серік мырза, қошеметпен шығарып салайық. Сонымен, құрметті көрермендер, міне финалда Асқар мырза және Адалят ханым сіздерге қойылатын сұрақ және кім жауап береді, 10 мың теңге ұтысқа ие болады. Экономикадағы бағаның ауытқуы ең жоғары және ең төмен айырмасы қалай аталады? Құбылмалық. Я, құбылмалық деп аталады. Өте дұрыс. Ұлттық банктік мөлшерлемені төмендетуді нарықтық мөлшерлеме айнымалылығының төмендеуіне ықпал етеді. Яғни қаржылық ұйымдар арасындағы пайыз көлемінің айырмасы азаяды. Расында да құбылмалық деп аталады. Құрметті көрермендер және құрметті телекөрермендер, баршаларыңыздың алдарыңызда Адалят ханымға 10 мың теңгені табыстаймыз. Мінекей сіздің ұтысыңыз. Және де көрермендерге жалпы ұтысқа жеткеннен кейін қандай көңіл күйде тұрсыз? Ойын қалай өтті? Ойынға қатысқан дұрыс па? Сол жөнінде айта кетсеңіз. Ойын өте қызықты болды, өте тартысты болды. Сол үшін сіздерге рахмет. Сізге де рахмет, ойынға қатысқаныңыз үшін көп рахмет. Ұтысыңыз құтты болсын. Ал құрметті көрермендер, бұл Теңгемания бағдарламасы және Теңге шоу айдары. Көріскенше күн жақсы болсын. Біз маңызды мәселелерді талқыладық. Мөлшерлеменің төмендеуі мен өсуі туралы толық мәлімет бердік. Кей жағдайларда оның және инфляцияның өсуін ықшамдап ұлттық валюта бағамын қолдау керек. Мәселен, Жапонияда базалық мөлшерлеме төмен, орталық банк тағы төмендету ықтимал. Демек, несиені 0% алуға болады. Есесіне банктердің табысы төмендейді. Сіздер енді өздеріңізде базалық мөлшерлеменің не екенін, неге және қалай ықпал ететінін жақсы білесіздер. Өз беттеріңізше экономикалық болжам жасай аласыздар. Біздің бағдарламамызға қатысып, қаржылық сауаттылықтарыңызды көрсетіңіздер. Сіздермен бірге болған Теңгемания бағдарламасы. Қайта жүздескенше күн жақсы.